Қайырлы күн, достар. Сіздермен бірге Сұлушаш. Бүгін сіздермен соңғы кезде хит болып жүрген жүрекше пирогын дайындайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, каналға тіркелуді, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бұл пирог өте нәзік әрі қарапайым заттардан дайындалады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Барлық керекті заттардың көлемін, құрамын описаниеда қалдыратын боламын. Ең алдымен жұмыртқамыз бен қантымызды жақсылап араластырып аламыз. Қолмен араластырсаңыздар да болады. Мен миксермен араластырдым. Қантымыз бен жұмыртқамызды жақсылап араластырамыз. Кейін оның үстіне жылы сүтімізді, одан кейін сұйық майымызды құйып, тағы да барлығын жақсылап араластырамыз. Барлық керекті заттар бөлме температурасында болуы керек. Ендігі ұнымызға қопсытқышымызды қосып, електен өткізіп, сұйық массамыздың үстіне қосамыз. Барлығын біркелкі массаға келтіргенше тағы да миксермен араластырамыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін қамырымыз міне осындай болып шығады. Қамыры өте нәзік, піскеннен кейін де пирогта сол сияқты өте нәзік болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Кейін қамырымыздан 2 ас қасық бөліп аламыз да, немесе 1 ас қасық алсаңыздар да болады. Үстіне қызыл бояуымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Кейін формамызды дайындаймыз. Менде 22 сантиметрлік форма. Осылай біркелкі формаға келтіреміз де, осындай шприцтің көмегімен қызыл бояуымызды пирогтың үстіне тамызып шығамыз. Осындай іс-қимылдармен барлық нүктелерді қойып шығамыз. Өз қалауыңыз бойынша көлемін өзгертсеңіздер болады. Кейін спашканың көмегімен жүрекшелер жасайтын боламыз. Дәл видеодағыдай жасаймыз. Өте әдемі, оның үстіне өте дәмді пирог. Сіздерге ұнайды деген үміттемін. Піскеннен кейін пирогымыз осындай болып шықты. Пирогымызды 180 градуста 30-35 минутта пісіреміз. Пирогымызды суытқаннан кейін формасын шешіп аламыз. Міндетті түрде суығанын күту керек. Ортасын кесіп көрсетейін. Міне осындай болып шығады. Ортасы барлығы толықтай піскен. Пирогтың піспегенін құрғақ спашка тығу арқылы білсеңіздер болады. Дәмі де өте ерекше, нәзік, және бұл пирогтың қамырын торттың основасы ретінде де пайдалансаңыз болады. Ас болсын!